Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін тефтели жасаймыз. Ол үшін бізге фарш, пияз, бір жұмыртқа және де сүтке араластырылған нан керек. Барлық ингредиенттерді біртіндеп қосамыз. Талғамдарыңызға қарай тұз, бұрыш және сушон укроп қоссаңыздар болады. Біртіндеп араластырып аламыз. Араластырып болған соң міндетті түрде видеода көріп тұрғандарыңыздай нығыздаңыздар. Енді тефтелиларды біртіндеп домалақтап аламыз. Дайын тефтелиларды ұнға аударып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып болған соң бөлек ыдысқа пияз, чеснок және сәбізді қуырып аламыз. Оған бір қасық томат қосып, қуырылған тефтелиларды бетіне қойып шығамыз да, бір стакан қайнатылған суды құйып, суы тартылғанша пісіреміз. Міндетті түрде астын жай қойыңыздар. Осымен біздің тефтелиларымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Аружан. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.